Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңызға қалай денсаулықтарыңыз? Үй іш бала чағылай аман есен бе қазақтарым? Қазағым деп жүрген жігіттердің біріміз біз. Мынау ютубтан Украинадағы жағдайларды көріп атырық, естіп атырық, біліп атырық. 4 жыл болды ма уже тоқтамайтын болды бұл соғыс деген. Баяғыда миымызда тек адамның басы Алланың добы деуші едік, қазір адамның басы президенттердің добы болып қалды ғой. Байқасаңыздар, қырылысып атыр. Бұл қашан тоқтайды, қашан бітеді бұл? Мен білмеймін енді. Жер мәселесі болуы мүмкін, тіл мәселесі болуы мүмкін, адам мәселесі болуы мүмкін, небір жағдайлар болуы мүмкін араларында енді. Ондай бір саясаткер емеспіз, сонда да адами ретінде айтылсаң енді өте қиын жағдай, өте қиын жағдай. Өйткені балалар күнде балалар қырылып жатыр. Күнде әйелдер күйеулерін, балаларын, ағаларын, інілерін жіберіп, олар қырылып жатыр. Білмеймін, қашан қояды, қашан басылады. Мына түрге қарасам, бітпейтін соғыс сияқты ғой, бітпейтін соғыс сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бітетін соғыс па, бітпейтін соғыс па? Адамды өмірі оншық болды ғой негізі. Қарап тұрсаң, былай қарап тұрсаң, отан алдында борышы деп солдатқа барып мүмкін жаңа екі жақтың азаматтары. Бірақ өте қиын. Артынан шешесі қалады, әкесі қалады, баласы қалады, әйелі қалады жылап, сықтап. Өте қиын енді. Біреулер одан бизнес жасап енді, қару-жарақ сатып, анау мынау движение жасап жатыр да. Бірақ адамның өмірін ойлайтын бір білмеймін енді. Басшылар бар ма негізі бұлай? Бәрі бір жерде жолығады, кездеседі. Сол кезде неғып бір-біріне айтпайды ме соны? Айтуын айтатын шығар енді, бірақ сонда да былай бетіне айта алатын ешкім жоқ ау деп ойлаймын мен. Бауырым, осылай қойсаңдаршы деп былай адам сияқты түсіндіруге болады шығар енді.